Тақырыбы алтын жүректі анамыз. Мақсаты Қазақстанның бірінші ханымы, Бөбек балалар қайырымдылық қорының президенті Сара Алпысқызы Назарбаеваның өмір жолы мен жалпы адамзаттық рухани құндылықтарға бастайтын қайырымдылық іс-шаралармен танысу. Сара Алпысқызы Назарбаева 1941 жылы 12 ақпанда Қызылжар ауылы Бұқар Жырау ауданы Қарағанды облысында дүниеге келген. Қазақстанның қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың зайыбы, білімі жоғары, мамандығы инженер-экономист. Сара Алпысқызы Бөбек қайырымдылық қорының негізін қалаушы. Қор көмекке зәру панасыз балаларды өз қамқорлығына алып, өскелең ұрпақтың рухани адамгершілік тұрғысына білім алып, тәрбиелеуіне мән береді. Қазақстанның бірінші ханымының бастамасымен елімізде жетім балаларды қорғау туралы заң қабылданды. Осының нәтижесінде республиканың барлық өңірінде жетім балалар үшін отбасылық үлгідегі балалар қалашықтары құрылып, үміт жасөспірімдер үйлері ашылды. Және Сара Алпысқызы республикамыздағы колледждер мен жоғары оқу орындары және училищелерде білім алып жүрген, жатқан жетім балалардың жағдайларына ерекше назар ұстап келеді. Сара Алпысқызы осындай жастарға ай сайын Бөбек қоры арқылы қайырымдылық көмек көрсетеді. Өзіңді өзің таны атты балаларға рухани адамгершілік білім беру және тәрбие беру идеясының авторы болып табылады.